Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Байнөлге аймағының бұқаралық радиосы кезекті хабарын ұсынады. Бүгін қарашаның бірі сенбі. Хабардан сіздер Құрманхан Мұхамедиұлы атындағы аймақтық музыкалы драма театрының әншісі, актері Жапар Қапшұлымен өткізген сұхбат, мұғалімдердің дамуына кедергі жасайтын барлық мекемелерді қысқартайық, және малшының маңдай тері атты мақалалар, әнші ақын Нұрлан Қасиқанұлының авторлық күйі, тағы басқа қосымша ақпараттар тыңдайсыздар. Қадірменді радио тыңдаушылар, енді назарларыңызға Құрманхан Мұхамедиұлы атындағы аймақтық музыкалық драма театрының әншісі әрі актері Жапар Қапшұлымен өткізген телші сұхбатын ұсынамыз. Театрға, өнерге еңбек еткелде 20 жылдай уақыт болды. Яғни чирек ғасырға жуық осы өлкеміздің өнерін өрлетуге, театрымызды көркейтуге қызмет еттіңіз. Өнердің әр саласында жемісті еңбек еттіңіз. Балуандарды мадақтау, әншілік, артистік, домбырашылдық, термешілдік қатарлы өнерлерді ақсатпай алып жүрсіз. Өзіміздің туған өлкедегі ақын жазушылардың термелерін нақышына келтіріп орындайсыз. Сақаба Құдагелдіұлының термесінде соңғы кезде айтып жүрсіз. Біздің Монғолия қазақтарының терме өнері туралы айта кетсеңіз, толық насихатталып жүр ма, өз бағасына алып жатыр ма халықтан? Әңгімемізді осыдан бастап өтті. Ассалаумағалейкум, қадірменді тыңдаушылар, құрметті. Енді мен өнер жолында 20-дай жыл еңбек етіп келе жатырмын. Мен алғаш киелі театр сахнасына алып шыққан кісі Моңғолдың халық артисі Жұмапиұлы Қибаттолды деген ұстазым, менің өнердегі өкіл әкем сол кісі. 13 жасымда кішкене ботақаным деп маңдайымнан сүйіп театр сахнасына шығарды. Енді одан кейін Моңғол еліне еңбек сіңірген өнер қайраткері Өсерхан Рақымұлы ағамыз театрға сыналып сол театрға қабылдандым, актерлік мамандықпен, оның сыртында домбырашылық мамандықпен, әнші, термеші айтып өзім халық арасында қалған термелерді. Содан театрға сол терме ән тағы да қосымша айтып, талаптан бұстып жұмыстап келе жатыр. Сақаба деген біздің аймағымызға танымал ақын, Құдагелдіұлы Сақаба деген атамыздың Желмая жыр деген кітабын алып, мен кітап оқыдым. Сол Желмая жырдан ана кісінің термесін тыңдап, осын деңіз айтса болады екен деп, халықтың әуеніне салып ең алғаш мен орындадым Сақабаның термесін. Одан кейін менің шәкірттерім орындап жүр. Қазір Ақтанберді Азатұлы деген шәкіртім бар, сол жалғастырып ары қарай Сақаба Құдагелдіұлының термесін орындап жүр. Жалпыламай айтқанда аймағымызда терме айтатын кісі аз болады. Біздің қазір киелі театрда Жанатбек әнші Елік Жанұзақ қызы Мағамұтлы Бержан деген шәкіртім, тағы да менің сол домбырамен өлең айтып, жыр терме айтып. Жыр терме деген азайып кетті ғой. Жалпы сабақтың балалары, қазір мектепте оқыған балалар жыр терме көп айтпайды. Домбырамен ән айтатын кісі азайды қазір. Арқаның әндерін тыңдайтын кісі азайды ғой. Терме жыр дегеніңіз халыққа өсиет, насихат. Сақаба Құдагелдіұлы айтып кетті. Ағаштың қызы болмас шірігінде, сыйламас жаман адам ілігінде. Жылаудың өлгеннен соң қажетіне, ағайын сыйласпасаң тірігінде. Міне сол жаңағы ағайынның сыйластығын жыр термемен Сақаба марқұм жырлап кетіп отыр. Ал енді Моңғолия қазақтарының жыр термесі деген енді қалың ғой. Атап айтсақ, біздің аймақта мысалы жаңағы Сақабаның термесі дейміз, Кәкей марқұмның термесі дейміз, Черезданның термесі деп жатады, Имашқан Байбатырұлының термесі деп жатады, Дәниялдың Дікейлі Қайранбаев деген ағамыздың мысалы Сеңгілдің киелі жеріне, өлкесіне шығарған әдем термесі бар. Дәкеңнің бір 4 жол өлеңі бар да: жер анам, жер қуатым, жер баспанам, дүниеде тірлік бар ма, жер баспаған. Аспанға, айға барып, көнбес сірә, өлсем де табытталып, жер жастанам дейді ғой. Дәниел Дікейлі Қайранбаев деген кісінің жыр термесі бар, мен оны да орындаймын. Халық арасында көп тыңдап жүр. Өзіңіз айтып жатсыз, алғашқы ұстазым Қибаттолда деп. Осы Қибаттолда ұстазыңыздың бір ерекшеліктері, өзіңіз куә болған қасиеттеріне тоқталып өтсеңіз. Менің ұстазым өте мықты, қазақтың өнеріне үлкен үлес қосқан абыз адам, абыз атамыз. Мына Қырғызылдық деген аймақтың Қырғызылдығында Имашқан Байбатырұлы деген кісі терме жазады екен. Аймақтан шыққан жаңа саңлақтарды қосып, өлгейді мадақтап. Сонда мына Налайқаның көмір шахтасында жұмыс істеген шахтерлар айтылмай қалды.
Чәңкей, Зәйнел, Орнықбай деген үш кісі бар екен, сол кезде еңбек ері атанып қойған. Сол кісілердің аты қалып қалады Налайқандағы. Содан біздің осы театрдың сапармен концерт Ламбатырға барып концерт ойнап, сонда Налайқан ауданына ойнағанда, сонда концерт көруге ана үш кісі келеді ғой. Содан кейін Мұңғылхан марқұм бастап барған сол кісі жүгіріп Қибашқа келеді екен ұстазыма. Қибаш, ана үш кісі келіп отыр. Сен қырғызылдықты айтпай-ақ қой, тыңғылдайды айта сал. Дегенде жоқ, мен қырғызылдықты айтам дегенде, ой қырғызылдықтандағы үш кісінің аты кірмей қалған Чәңкей, Зәйнел, Орнықбайды. Мен кіргізіп қойғам деген ғой. Маған тыңдатшы деген жоқ, қазір сақанада тыңдайсың ғой деп Қибаш домбырасын көтеріп алып кетіп барады. Осымен Қибашты жариялап тастайды. Қибаш шығып келеді. Қырғызылдыққа шығарған әнді айтып кеп, соңында өреңбектен от алған, қара алтынды қопарған Чәңкей, Зәйнел, Орнықбай елге әйгілі атанған дегенде, соны үшеу орнынан атып Қибашыңызда мысалы өнерге жақын адам, өзі де ойынан жыр, ән жазатын осындай адам. Қибаттолда Жұмапбайұлының жарыққа шыққан қанша төл туындысы бар, осының қаншасымен таныссыз? Қазір енді Қибаштың бір 20-дай әні бар, мен орындап жүрген. Соның ішінде өзінің шығарған Туған жер деген бір әні бар. Сонда біздің осы өлгейде тұрған қазақ, раңқай, тұба, дөрбе 4 ұлтты қосып кеткен. Сөзінің үйлесімі сол жай қазақ, раңқай, тұба, дөрбе. 13 жасымнан бастап сахнаға шықтым деп айтып жатсыз. Сол кездегі театр тарландарының көбімен енді сапарласып болдыңыз, бір шығармашылық ортада өмір сүрдіңіз. Театрдың аға буындары, бұрынғы қайраткерлері несімен ерекшеленеді? Сіздің жадыңызда қалай сақталады? 13 жасымда 6-шы сыныпта оқып жүрген кезде сол қырғызылдыққа шығарған Қибаттолданың әні Байбатыр Димашқан атамыздың сөзіне жазылған, соны орындадым. Сол кезде театрдың үлкен сақ артистерімен бірге айға таяу дайындалдық. Соның ішінде Дүйсенбі халық артисі, еңбек сіңірген артист Құсайын атамыз, Қайжамал апа, көп кісілер болды ғой. Жәлел деген кісі болды. Ол кісі балуан мадақтайды екен. Жәлел деген кісі мені шақырып алып, сол сен балуанның атақ лауазымын шақырады дейді. Қазір кішкенесің, сен қайтып шақырып жүрсің деп мен шақырып алып, мен бастарын газеттен, радиодан тыңдап жаттап жүрдім ғой. Сабақта жүрген кезде жаттап жүрдім. Өнердің біттей саңылау шығатын болса, соны ары қарай дамытып, ақыл кеңесін беріп сол кісілер. Қибаттолда марқұм мысалы әнді мынау ұқсап айтты. Ар жағынан сөзің келе жатсын. Сөз жаттаған ар жағынан сөзіңді жіктеп отырып жатты. Алғашқы буын айтып тұрғанда келесі буының ар жағынан келе жатсын деп Қибаш марқұм маған сөйтеді. Жаттағанда сөйтіп жатты. Бертін мына Өсерхан марқұм бірлесті. Қуанған марқұм ана заманның өтіп бара жатқан ай деген бір әнімен алталашқа танылған Қуанған Зияданұлы деген кісілер мысалы біздерге сол кісілер театрға ең алғаш кіргенде ана Қапезұлы Мұрат марқұм мысалы, Бержан марқұмдар мысалы өнерге ең алғаш аяқ басқанда мына ұқсап жүріңдер, өнердің жолы осындай жол деп сол кісілер ақыл тәрбиесін бізге беріп жүрді. Ендігі жастар болғанда қарттардан ақыл сұрамайды, білімі жоғары оқыған. Біз қой жайып жүріп келдік. Мен ойлаймын да, өнерге оқыған бір жапырақ қағазының мінез аз деп ойлаймын. Өз басым. Басқа кісілер не деп ойлайды? Жалпы өнерге 99-ы ізденіс керек. Саңылаудың 99-ын ізденіп. Бүгінге дейін қанша пьесада рөл сомдадыңыз? Көп пьесалардың басты рөлін сомдадым. Мысалы, Мұратбектің Келін керек деген пьесасында Атай деген жалдың рөлін сомдадым. Халық жазушы Шынай ағамыздың Бүркіт пьесасында Бүркітші Дәулеттің рөлін сомдадым. Аталар аманатында Сән-сана деген қалмақтың батырының рөлін сомдадым. Қоз көрпеште Айдар деген батырдың рөлін сомдадым. Тұғырлы қанда Жаушы Қабаршының рөлін сомдадым. Сұрағын Рахметұлының Жарық жұлдыз деген пьесасында Абыздың рөлін сомдадым. Әртіс адамның бойында қандай қасиеттер болу керек деп ойлайсыз? Өнердің адамы кітап көп оқу керек. Содан кейін үлкенді құрметтеп, кішіге құрмет көрсетіп, кішіні сыйлай салып, қарғам деп маңдайынан сипап, өнердің адамы беттей нәрседен болып көңілі қаққалады. Жалпы өнердің адамы нәзік болады. Бір нәрсеге мақтасаң, мақтау көтеріп, бірақ мұрнын шүйіріп алады. Бірдемені қаттырақ сен сөйттің және деп айтып қалсаң, содан жүрегінде кек қалады. Өте нәзік адам ғой өнердің адамы. Аумалы төкпелі. Актер адамның қасиеті дегенде бар ғой, рөлге берініп ойнаған деген өтеді. Бүркіт пьесасында Дәулеттің рөлін ойнағанда құстың тілін білетін болып, соны құспен жаңағы адамның қатынасын шығарып беру керек халыққа. Мысалы, еңбек сіңірген артист Дүйсенбі деген кісі Ақан сері Ақтауқтың пьесасында Жапал деген рөлін ойнаған тіл жоқ бала. Сонда тіл жоқ ойнаған Дүйсенбі бар. Өзі енді сақанда тіл жоқ ойнап, енді үйіне барғанда 6 сағат тіл кірмей отыр. Соғыса рөлге кірген ана кісі. Рөлге соғыса кіру керек. Біз енді ондайға кіре алмаймыз енді, ол өтірік айтар жоқ. Ол түбіне кіріп, рөлдің түбіне кіріп, соны жеткізіп халыққа үйтіп енді ойнай алмаймыз. Ол кісілер енді ол ұлы адамдар ғой. Бірақ соған тырысып анаға халыққа жеткізу керек. Бүркіт пен Дәулеттің арасындағы қара қатынасын көрерменге жеткіз. Бүркіт ана ұқсап ұстайды екен. Бүркіт ана ұқсап тәрбиелейді екен ғой деген көрерменге жеткізу керек. Сол жаңағы актер шыдамдылық. Балуан мадақтаушысы болдыңыз. Мемлекеттік
Қаршыға Бақыт Одынайұлы ағамыз бір сөзінде балуандардың көңіл күйін көтеруге, жаңа балуан мадақтаушының рөлі орасан зор болады. Мен өзім жалғыз күресіп жүрдім Ұлан Батырға. Маған ешкім өйтіп жақын тартып, бабыма бап қосып отырған жоқ деп. Соңғы күрескен тойларында Бақыт ағамыздың кішкене егделеп қалған шағында өзіңіз барып атақ лауазымын шақырып мадақтадыңыз. Қандай әсер алдыңыз? Бақыт ағамыздың көңіл күйі қандай болды сонда? Балуан мадақтау деген сөз ана балуанды қайрап беру, жүректендіру, ұрықтандыру ана балуан. Сол балуанды ұрықтандырып жібергенде балуан бар қарсылас тізе бөктіріп. Сондай ғана нәрсе. Енді мен жасымнан балуан мадақтадым, мен атпен балуанның атақ лауазымын әлі күнге дейін мадақтап келе жатырмын. 60-та арқалап қалдық, Алла бұйырса. Сонда балуандардың ішіндегі балуанның күш қайратын, жігерін қайрап ұрықтандырып ана кісіні сондай неметіп жүрдім. Мен көп кісілердің атақ лауазымын шақырдым ғой. Сіздің енді иығыңыздан билеп шыққан балуандардан аймақтық атақ алған қанша балуан? Аймақтық атақ алған 5-6 балуан бар. Аймақтық арыстан Еркебұлан, аймақтық арыстан Ерболат. Осы мына биыл аймақтық арыстан болды Бейбіт. Осының бәрі менің иығымнан аймақтық арыстан алды. Жастарға қандай ақыл кеңес бересіз? Өнерде жүрген жастар ізденіс көп керек. Білім алу керек, оқу керек. 60-ға келгеннен ақыл сұра дейді ғой. Ақыл сұрау керек, білетіндерден сұрау керек. Білмейтін оған ештеңе айта алмайды ғой. Қазір бізде театрда жұмыстап жүрген жастар бар. Жапар ағам не жерін бітсе қайтеді. Жанатбек, Мұратбек бар жесір, Ертай бар жесір. Содарға барып бітсе қайтеді. Не жерін мына ұқсайық, мынаны бітіп шығайық, мына ұқсап айтайық деген сияқты. Мысалы біздің жастар қазір жақсы ғой. Біздің қордың мұғалім бар, ғажайып деген мысалы. Қазір мысалы 2-3 кәрілерді шақырып алып, содарға ақылдасып сөйтейік онда. Мынаны бүйтейік, мынаған бүйтейік, мынау бүйтіп айтсын, мынаны енді бүйтіп айтайық. Сол жастар ізденіс. Жалпы театрдың өнері көппен бітеді ғой. Бір кісінің қолынан өнер келмейді. Көппен жан-жағынан жиылып, біреу билеп, біреу музыкасын ойнап, біреу әнін айтып, біреу пьесасын ойнап, содан кейін барып біріктіріп барып, содан кейін театрдың сахнасына шығады. Балаларыңызды өнер жолына баулдыңыз, Төлегенді елдің бәрі біліп отыр. Қазір қай салада, қандай мектептерде тәрбие алып жатыр, қандай салада жұмыс істеп жатыр. Балаларыңыздың барлығын өнерге баулуға сіздің ықпалыңыз әсер етті деп ойлайсыз ба? Нағашыдан жұғады екен өнер. Менің нағашы ағам Әкітай деген кісі, Алтай бетін аты шыққан атақты ақын кісі, Таудымбетпен айтысқан ақын кісі. Мен шешем домбыра ұстап өлең айтатын кісі. Бірақ сосын анамның құрсағын осы өнер маған бойыма дарыды деп ойлаймын. Енді менің балаларымның бәрі өнерлі. 2 дұзкамды музыканың жоғары мектебін тауысты қаладан. Қазір екеуі де басқа қызметте. Төлеген Қазақстанда Құрманғазы атындағы консерваторияны тауысып, биыл сол Алматыда жұмыста. Одан кейінгі ұлым Жәнібек деген жігіт қазір Жүсіпбек Елебек атындағы музыкалды колледжде 2-ші курс студент. Бәрі өнерге жоқ. Жапар Қапшұлы 13 жасынан өнерге араласып, өмірін сахнамен өрнектеген өнер майталманы. Ол сахнаға адалдығымен, халыққа деген құрметімен ерекшеленетін өнерпаз. Балалық шақтан кейін біраз үзіліс жасап, киелі сахнаға қайта оралып, міне 20 жылдан бері табан аудармай тер төгіп келеді. Жапар Қапшұлы халықтың ықыласына бөленіп қана қоймай, өскелең ұрпаққа өнеге болып жүрген жан. Балаларды әке жолын жалғап, өнер өлкесінде өз ізін қалдырып келеді. Ол әншілікте сырлы сазымен, термешілікте терең ойымен, актерлікте шынайылығымен танылған азамат. Сондай-ақ атбегілікпен, палуандық дәстүрді дәріптеп, ұлттық рухымызды көтеріп жүр. Ендігі кезекті өнер иесінің өз туындысына берейік. Қытайлық ақын Төлебек Жұмашұлы дегеннің бәрі бекер деген бір жақсы сөз бар екен. Мен интернеттен алып, содан мен өзім әуен шығарып, осы әдемі термекен соны халық орындап берейін. Қара нанға тойған соң қайғы кетер, қара суды өссең де дәмі шекер. Алтындаған төсекте жатсаң дағы, денсаулығың болмаса бәрі бекер. Қара қоста болсаң да өмір өтер, қара тауда жүрсең де көңіл жетер. Ай
Шарында үйіңіз болса дағы, берекесі болмаса бәрі бекер. Гүл ішінде ара бар шағып өтер, ел ішінде бала бар кері кетер. Bir uyanın tülögü bir-birinin, şukup жатса көздерін бәрі бекер. Өргі баспай өтіріктің ары кетер, орын таппай өсектің жаны кетер. Көңілге қарап сөйлеу ақылыңнан, ел жүрегін ауыртсаң бәрі бекер. Қалай тапсаң табыста солай кетер, адал болсаң арманға қолың жетер. Өзімшілдің өзегін құрт кемірер, өзің ғана ойласа бәрі бекер. Байды көрсе кейбіреу қарық етер, кедей көрсе керден деп қарып етер. Бүгін тұлпар мінгенмен төрт тұмандап, ертең жаяу қалсаңыз бәрі бекер. Кісілігің жүзіңді жарық етер, кішілігің тұлғаңды алып етер. Басыңа алтын тәжі кисең дағы, қанағатың болмаса бәрі бекер. Кейде суық бұл өмір қарып өтер, кейде жылы жаныңды жарық етер. Сары алтын мен сабанның түрі ұқсайды, салмақта біле алмасаң бәрі бекер. Біреуге айтсаң шыныңды айып етер, біреуге айтсаң сырыңды жайып өтер. Мұз қант пен мұздың да түрі ұқсайды, қанағатын білмесең бәрі бекер. Көл су алса аққудың әні кетер, гүл қуарса даланың сәні кетер. Атан түйіп адасып жолдан тайса, ботаға өкпелеудің бәрі бекер. Сіздер Құрманхан Мұхамедиұлы атындағы аймақтық музыкалы драма театрының әншісі әрі актері Жапар Қапшұлы мен тілші Қуат Уатқанұлының өткізген сұхбатын тыңдадыңыздар. Бәрі бекер. Мұғалімдердің дамуына кедергі жасайтын барлық мекемелерді қысқартайық. Еліміздің мұғалімдері мен дәрігерлері ұзақ уақыт бойы үкіметке талаптарын жеткізіп, күрес жүргізіп келеді. Алайда билік ұстап отырған партияның өзара келіспеушіліктерін мемлекеттік мәселе ретінде көрсетіп, ашық алаңда тұрған адамдардың талабын іс жүзінде елең қылмай отыр. Олардың көзқарасын баспасөз ақпарат құралдары ғана жеткізіп, сөз жүзінде қолдау көрсетіп отырғаны болмаса, бірақ билік тарапынан бетпе-бет жүздесіп, талаптарына құлақ асқан ешкім жоқ. Дәрігерлер алаңда наразылық білдіріп жатқанда, министр өз жақтастарын әр жерге тағайындап, істі сырттай бақылап отыруы дәрігерлердің ашуын туғызуда. Бұл билік өкілдерінің моральдық тұрғыдан қандай дәрежеде құлдыраған, тіпті ең төменгі адамгершілік деңгейге дейін жеткенін айқын көрсетеді. Осындай сәтте бір топ адам сарай ішінде марапатталып, ал екінші топ адам сарай сыртында өз саласының барлық қызметкерлерінің мүддесін күресіп жатқанын көргенде көз сүрінеді. Мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақысы өсуі тиіс. Бұл мәселені нақты шешу керек. Шындығында мұғалімдер мен дәрігерлер жарға құлақтары жастыққа тимей тынымсыз еңбек етіп, өте төмен жалақы алады. Монғолия халқы елдің тірегі саналатын салалардың қарапайым мамандарының тұрмысы қалайша қиындыққа ұшырап жатқанын, ал саясат сахнасындағы кейбір басшылардың жүйені теріс бағытқа бұрып, шектен тыс байып кеткенін көзі көріп отыр. Сонымен қатар жемқорлық іс-әрекеттері үздіксіз ашылып, тек бір ғана отбасынан миллиардтаған қаражат табылып жатыр.
Біз қоғамның оны қалай қабылдауды білмей таң қалып, абдырап отырғанын көріп отырмыз. Жақсы мұғалім білімді елдің кепілі. Біліммен қаруланған ел қатардан қалмаса керек. Бұл ең қарапайым түсінік. Сондықтан білім саласын толықтай көтеріп, жаңа деңгейге шығару біздің алдымызда тұрған ең өзекті мәселе болып отыр. Осы өзгерісті қазіргідей төмен жалақы, ауыр жүктеме, әлсіз және шаршап шалдыққан күймен жүзеге асыру мүмкін емес. Сондықтан қазір аса қажет емес жобаларды уақытша кейінге қалдырып, мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақысын көтерген жөн. Білімді адамдар өз елін алға сүйреп, дамытудың негізгі қозғаушы күш екенін есте сақтайық. Денсаулық сақтау қызметін жаңа деңгейге көтерейік. Саяси ойындар арқылы халықтың назарын аударуды доғарып, әлеуметтік мәселелерді шешуге бірден кірісейік. Қариялардың зейнетақысын да көтеру керек. Бірақ бұл зейнетақы жаңғырту саясатына әртүрлі әділетсіздік қосып, араластыруға мүлде болмайды. Басқалардан жоғары зейнетақы алатындар адал еңбек еткен, өз елінің алдында алған азаматтық міндетін толық орындаған адамдар екенін ашық айту қажет. Сондықтан оны теңестіру, қысқарту немесе бір бөлігін басқаға аудару сияқты ақымақтыққа жол берілмеуі тиіс. Әлеуметтік жауапкершілігін абыроймен атқарып, салықтарын төлеп, қажырлы еңбек еткен, елді тіпті қиын сәттерде де жетелеп келген ардагерлерді құрметтеу қажет. Сондай-ақ кез келген реформалық саясатты өте мұқият қарастыруымыз қажет. Бүгінгі таңда біздің білім саласы неге осыншалықты құлдырады деген сұрақты барлығы қояды. Бұл саланың құлдырауының ең басты себебі мемлекеттік құрылым мен дұрыс құрылмаған жүйеде жатыр. Сондықтан бүгінгі таңда білім саласының дамуына кедергі болып, қате саясатпен адастырған басты жауапкершілік білім министрлігі мен әртүрлі деңгейдегі білім басқармаларының бойында екенін мұғалімдер өздері ашық айтып жазып отыр. Әрине, мұғалімдердің жалақысының төмен болуы білім саласының құлдырауына әсер етіп отыр. Келесі негізгі мәселе осы саланың дамуының артта қалуы. Яғни бұл саясаттағы кешігулерден туындаған жағдай. Күзде оқу жылы басталарымен бір уақытта көптеген оқыту семинарлар өтеді. Көптеген зерттеулер жүргізіледі. Бірақ олардың ешбірі маңызды болмай, төменгі деңгейде орындалады. Бұл көп жылдар бойы созылған қысым. Егер біз нәтижесіз, мазмұны бір-бірінен түбегейлі айырмашылық жоқ, түрлі жиналыстар мен оқыту деген атпен өтетін жалған іс-шаралар арқылы дамитын болсақ, әлде қашан дамып кеткен болар едік деп отыр ұстаздар қауымы. Бұл сала жыл бойы 4 маусым түрлі оқытулары, кездесулер мен жиналыстардан көз ашпайды. Әрине, онымен бірге мәнсіз қағаз құжаттарды басып шығарып, қыруар қаржы жұмсайды. Осылардың барлығының мақсаты білім сапасын арттыру деп түсіндірілсе де, нәтижесінде мұғалімдердің негізгі жұмысы еленбейді. Мектептерде балалармен жұмыс істеуге арналған уақытты министрліктің қисынсыз әрекеттері рәсуа етеді. Сондықтан мұғалімдердің дамуына пайдасы емес, найзасы тиетін бюрократияға айналған барлық мекемелерді қысқартқымыз келеді. Мемлекеттік бюджетімізді осы сияқты қажетсіз мекемелерді қысқартып үнемдегіміз келеді. Сол үнемделген қаражаттан мұғалімдеріміздің жалақысын көбейтейік. Келесі мәселе. Білім министрлігін кім көрінген көлденең көк аттының басқаруына жол берілмесін. Кадр қоры мемлекеттік тәжірибесі жоқ партияға басты саланың министрлігін тапсырып, аузын жабу жағдайы біздің мемлекеттік саясаттағы дағдарыспен тікелей байланысты. Мемлекет негізгі салаларды осылайша күресінге тастауда. Бұл аталмыш саланың бүгінгі күйзеліске ұшырауының басты себептерінің бір екенін ешкім жоққа шығара алмайды. Ал бүгінгі жағдайымыз қалай? Келесі жылғы бюджет жобасы үкіметтен 1 қыркүйекте енгізілді. Ал бюджеттік талқылаулар әлі де жүргізіліп жатыр. Дегенмен көпшілігі бұл талқылаулар жеткіліксіз деңгейде өтіп жатыр деп бағалайды. Бұл саяси жағдайдан туындап отырғаны жасырын емес. Шындығында еліміз экономикасының басым бөлігі мемлекетке тәуелді болғандықтан,
Қазіргі біздің татып отырған көптеген қиындықтар осыған байланысты. Бұл біздің жүйенің жаппай кері кеткенінің нәтижесі. Біз бұл мәселелерді өте үлкен құрбандықпен ғана түзете алатын жағдайға жеттік. Бүгін біз тек талап етіп отырмыз. Бірақ жиналған проблемаларды қандай құрбандықпен жөнге салатынымызды әлі қозғап жатқан жоқпыз. Бүгінгі жағдайға жетуімізге жылдар бойы мәселені құдағи қайтқанша деген асты-үсті көзқараспен шешіп келгеніміз негіз болуда. Дәл қазір Монғолия экономикалық дағдарыстың жағасында тұр. Елдің ішкі жалпы өнімі шамамен 20,4 миллиард ақш долларын құрайды. Ал мемлекеттік жалпы қарыз 38,2 миллиард ақш долларынан асып кеткен. Кейбір экономистердің айтуынша сыртқы қарыз бен пайыздарды өтеуге жылына 3,9 триллион төгрік бюджетке жоспарланған. Оның 1,3 триллионы тек пайыздарға жұмсалып, босқа кетіп жатыр. Енді парламент өзара саяси соғысына барлық уақытын ысырап етуді тоқтатып, бюджеттің үшінші талқылауына жауапкершілікпен кірісу керек. Бұл жұмыс тәжірибесіз депутаттардың аузына келгенін айтып, көңіл күйіне қарай кемітіп немесе көбейтетін процесс емес екенін халқымыз түсінуі қажет. Шын мәнінде орталық банк әлдеқашан 2026 жылы мемлекеттің ақша несие саясатының негізгі бағыттарының жобасын әзірлеп қойған. Ал енді парламент мүшелерінің қаншасы оны оқып танысып шыққаны белгісіз. Өйткені мұндай құжатты оқу мен түсіну үшін белгілі бір деңгей мен дайындық қажет. Қазір біздегі 126 депутаттың ішінде қаржы саласы бойынша маманданғаны саусақпен санарлық қана. Экономистер қанша? Шындығында қазіргі парламенттің әлеуетіне көпшілік көңілі толмай отырғаны орынды. Бүгінгі биліктің дағдарысқа ұшырауының басты себептерінің бірі де осында. Бұл жағдай азаматтарды өз таңдауының сапасына қайтадан байыппен қарауға мәжбүрлеп отыр. Шынында да барлығымызға байыппен ойланатын уақыт келді. Бұл елдің азаматтары да, кәсіпорындары да бүгінде банктік несиемен өмір сүріп отыр. Сөз соңында айтарымыз, бұрынғы жылдардағы көмір экспортының сәтті кезеңі аяқталды. Кешегіні бүгінмен салыстырып айқайлауда, ертеңді сол қалпымен болжай жоспарлауда енді мүмкін емес. Енді бізге шынайы талап қоя білетін, шынайы әрекет ете білетін, ащы ақиқатқа тура қарап, онымен бетпе-бет келуден басқа жол жоқ. Ақыр соңында тек жауапкершілігі жоғары азаматтар бар мемлекеттер ғана өз мақсаттарына жетеді. Өйткені олар өздері қалаған мемлекетті өз қолымен құра алады. Сіздер көсемсөзші Қаншемектің мұғалімдердің дамуына кедергі жасайтын барлық мекемелерді қысқартайық атты мақаласын тыңдадыңыздар. Мақаланы қазақ тіліне тәржімалаған тілші Қуат Уатқанұлы. Қадірменді радио тыңдаушылар, енді тілші Төлеубай Қапшұлының «Малшының маңдай тері» деп аталатын мақаласын тыңдайсыздар. Жайдары жаз келіп, жасыл жайлауға шыққан соң малшылар қауымы арқасынан зіл батпан жүк түскендей біраз күн жеңілдеп, серпіп қалады. Малға көбінесе балашаға ие болып, ересектер еңсе көтергендей болады. Бірақ бұл қысқа уақыт, санаулы ғана күндер. Әйтпесе, жыл 12 ай бойы малшы мойнындағы салмақты саусақпен санап қана айтып жеткізу мүмкін емес. Біздер мал ішінде өсіп, малмен көз ашқандықтан, өзіміз болмасақ та ағайын туыс көшіп қонып мал соңында жүргендіктен, олардың атқарып жүрген ауыр шаруасының әр қадамы көз алдымызда тұрғандай. Кешегі социализм деп аталатын кезеңде малшы еңбегімен оларға жасалатын қамқорлық
біршама жүйеге түскендей еді. Малшылар қолындағы бағып отырған түліктеріне қарай қойшы, ешкіші, жылқышы, сиыршы болып, табын ішінде малшы, төлші, сауыншы сияқты болып жіктелді. Бір қорада көбіне бір түлік мал өретіндіктен шаруаның да бағыты бір арнаға түсті. Қора-жаймен қамтуға, көшіріп қондыруға, табиғат кезінде жем-шөппен көмектесуге, сумен қамтамасыз етуге мемлекет тарапынан ерекше көңіл бөлінді. Малшылардың сабақтағы баласын әкеліп апару, жазылған басылымдарын, ұн шай мен киім-кешек, тұрмыстық қажетті бұйымдарын жеткізіп беру, адам мен малға қажетті дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету сияқты жұмыстар малшы мойнынан түсіп, олардың шаруасы да оңына басып, ұсақ түйекке онша бас ауыртпайтын. Аптасына немесе айына бір рет болса да кино мен концерт залына барып, бала-шағаның көз аясы кеңейіп, көңіл бір сергіп қалатын. Бірлестік таратылып, мал мен қора жекешелендірілген соң, бәрі малшылардың жеке меншігіне өтті. Содан бері әр қорадан 5 түлік мал өсіретін, қарасы қалың тіршілік ортасы қалыптасты. Ой мен қырда да тіршіліктің негізгі көзі мал шаруашылығы болды. Сондықтан малшы өз меншігіндегі малын көбейтіп, аздау болса толық айналымға жеткізу үшін таңның атуымен, күннің батуымен ғана санасып, шаршап шалдыққанына қарамай тырбанып еңбек етуде. Малды өсіру үшін оның төңірегіндегі үлкенді-кішілі барлық шаруаны бір өзі атқаруға тура келеді. Ауыл аймағы мен бала-шағасымен топтана қимылдаудың нәтижесінде әйтеуір бәріне үлгеріп жүрген жайлары бар. Малшыларға қарсыз қыста қосымша жұмыста көбейеді. Алыс жақыннан мұз ойып, соған көлік табу, малын шұбыртып өзен қайдау, суат шығару бәрі де күнделікті атқарылатын шаруа. Сатып алу мен тасып әкелуде қайбір береке болсын. Бұл қыстай қайталана беретін іс. Өмірдің өзі бүгінгі малшыдан саудагер болуды да талап етті. Оның шайы мен киім-кешегіне қажетті ақшаны малын немесе одан алынған өнімін сатып, не айырбастап таппаса басқа жол жоқ. Бірақ малшының базар жағалап, жайланып жүріп сауда-саттық жасауына мұршасы бола бермейді. Сондықтан кейбірі жүн жұрқасы мен тері-терсегін ғана алып, тізгін ұшымен барып қайта қайтады. Кейбіреулер малшыны жылпос сөзбен алдаса, енді біреулер сапаны сылтау етіп, кейі таразыдан суыртпақтап, малшының қолындағысын ең арзан бағамен алғысы келеді. Ал малшы ұтылғанын біліп тұрса да, күн көріс үшін көнуге мәжбүр. Малшылардың өз сымынында базар немесе іздегенін таба қоятын келісім сауда дүкендері болмағандықтан, олар көбіне аймақ орталығына қатынауға тура келеді. Бұл да сөз жоқ, қосымша ауыртпалық түсіреді. Сонымен қатар мал шаруашылығында кездесетін қиындықтар да аз емес. Мәселен, мал өнімдерінің бағасы құнсызданып, тері-терсек далада қалды. Тек түбітте ғана құм болғандықтан соңғы жылдары малшылардың көбі ешкі түлігін өсіруге көбірек көңіл бөле бастады. Ал бұл өз кезегінде жайылымның тұяқ-кесті болып тозуына әкеліп соғуда. Жау жағынан алғанда бөрі етектен демекші. Қасқыр мен жабайы доңыз, қабан секілді жыртқыш аңдарды аулауға тыйым салынғаннан кейін, оларды жайылымды таптап малға маза бермей, малшылардың мазасын қашыруда. Сондықтан қазіргі таңда малшылардың мазасын алып, экономикасына зиян тигізіп отырған осы қасқыр мен жабайы доңыздарды жоюдың бір амалын табу, не болмаса оларды басқа өлкелерге көшіру мәселесін аймақ сұмын басшылары мен тиісті ұйым мекемелердің мамандары тереңірек қарастырғаны жөн сияқты. Малшылар бүгінде нағыз рухани жұтаңдыққа ұшырауда. Тыңдап хабар алатыны жалғыз радио. Ал газет-журнал дегенмен қоштасқалы қашан? Иә, қазір малшылардың бәрінде дерлік ұялы телефон бар. Бірақ одан еститінінде, көретінде, көбінесе адамның рухына теріс ықпал ететін, жамандықты жарнамалаған жаңалықтар болуда. Жақсылық пен рухани байлыққа жетелейтін дүниелер сирек.
Сондықтан елмен етене араласып, халық пен биліктің арасындағы алтын көпірге айналған, қазіргі таңдағы байын өлгідегі бірден бір сенімді ақпарат көзі, 60 жылдық тарихы бар радионы тыңдаңыздар ағайын. Сол радиодан айтылатын нақты ақпаратпен сусындап, шындықтың даусын естіп отырыңыздар. Өйткені рухани аштықтан құтылудың бір жолы ақпараттың адал ағысында. Малшыға түсетін ауыртпалықты айта берсе жетіп артылады. Бірақ мәселе соны тізіп шығуды емес, мысқалдай болса да жеңілдетудің жолын табуда. Сондықтан сұмын мен бақ әкімдері, сондай-ақ адам және мал дәрігерлік ұйымдары жазды күтпей, қыстың қыспағында да малшылар ортасына барып, адам мен малға қажетті дәрі-дәрмекті жеткізіп, сату ісін ұйымдастырса, бұл да малшыға көрсетілген үлкен қолдау болар еді. Алдағы қыс қатал болады деген болжам айтылуда. Ендеше сұмын мен бақ басшылары бүгіннен бастап, малшыларға көрсетілетін көмек пен қолдауды жоспарлап, іске асырудың ретін тапқандары жөн. Малшының мойнындағы ауыр жүкті аз да болса жеңілдету, елдің ертеңіне жасалған қамқорлық екенін ұмытпайық. Малы бүгінде, ертеңде елдің күнкөрісі, экономиканың тірегі болмақ. Сондықтан малшының әлеуметтік мәселесін ұмытуға болмайды. Мейлі ол өз меншігіндегі малын бағып отырсын. Бәрібір бізді етпен сүтпен қамтамасыз етіп отырғанда солар. Өз малын бағып отыр ғой деген ұғым әлдеқашан ескірді. Қыстың қақаған аязы мен күздің қара боранына, көктемнің ызғырық желіне де мойымай. Малшы өкпесінен суық табанынан ызғар өткізе жүріп, ата кәсіптің туын жықпай келеді. Сонда да олар таңын түнге жалғап, төзімін намысқа жанып, ел қамы үшін еңбек етуде. Сондықтан ағайын, дала тарландары малшыларды ұмытпайық. Олардың еңбегіне құрмет, ерлігіне ізет болсын. Туған жердің сақшысына айналған азаматтарды, малшыларды, дала ерлерін мемлекеттік саясат арқылы да, жергілікті билік арқылы да қолдайық. Саудагерлерде жұттың сыбысымен жем-шөпке бағаны үстемелеп қоспаса екен. Біз бәріміз ағайынбыз, бауырмыз. Нағыз жанашыр адамдар қысылғанда сын сәтте танылады. Ендеше елдің қамын жеп, малдың соңында жүрген жандарға демеу болайық ағайын. Сіздер тілші Төлеубай Қапшұлының «Малшының маңдай тер» деп аталатын мақаласын тыңдадыңыздар. Дала төр жайлауда мекен еткен сәулем ай, таза ауа қоңыр самал өпкен беттен дәурен ай. Сағындым қойлауылдың таң шуағын сәулем ай, түтіні шұбатылып жерге жүккен дәурен ай. Ауылдың дәмін, жайлаудың сәнін сағындым сәулем ай, сағындым сәулем ай, өтеді дәурен ай. Баталы шаңырақтың отын жаққан сәулем ай, әжемнің ақ құртының дәмін татқан дәурен ай. Сағындым қара шалды домбырамен сәулем ай, дәстүр мен берекенің әнін айтқан дәурен ай. Ауылдың әнін, дәстүрдің нәрін сағындым сәулем ай, сағынтып сәулем ай, өтеді дәурен ай.
сәулем ай шертіліп күлтөбеде күйі қалған дәурен ай ауылдың дәмін жайлаудың сәнін сағындым сәулем ай сағындым сәулем ай өтеді дәурен ай ауылдың әнін дәстүрдің нәрін сағындым сәулем ай сағынтып сәулем ай өтеді дәурен ай сағынтып сәулем ай өтеді дәурен ай Монголия қазақтары ежелден өнерден кенде қалмаған халық. Оның айғағы күллі қазақ әлеміне, сондай-ақ отанымыз Монголияға танымал біртуар өнер майталмандарының жарқын шоғыры. Қибаттолда Жұмапияұлы, Қабылаш Әбікейұлы, Дүйсенбі, Қайжамал Бақышқызы, Құсайын Төлеуқан Қалидолда, Мұңғылқан Арғынбайұлы, Қабікей Ахмерұлы, Қаду Ахметбек Мүсәйіп Құсайынұлы, Өсерхан Рахымұлы, Бержан Файзоллаұлы, Шерікбай Ұнатұлы, Қуанған Зияданұлы сынды саңлақтар Монголия қазақтарының мәдениеті мен өнерінің дамуына өлшеусіз еңбек сіңірген тұлғалары. Осы ұлы дәстүрдің лайықты жалғасы дарынды әнші актер және ақын Нұрлан Қасиқанұлы. Жуырда өнер иесі күзгі қайың атты жеке шығармашылық концертін табысты өткізді. Нұрлан Қасиқанұлының бүгінгі таңда күй сағаты, жоғалған із, сағыныш атты авторлық күйлері бар. Сонымен қатар ол онға жуық әннің сөзін жазған талантты қалам иесі. Ендеше бүгінгі бағдарламамыз арқылы Нұрлан Қасиқанұлының күй сағаты атты туындысын күйші Айған Бәделұлының орындауында тыңдаңыздар.
Нұрлан Қасиқанұлы Қазақстандағы Мұқан Төлеева атындағы музыкалық колледждің режиссура факультетінің түлегі, атақты Секен Тұрысбектің шәкірті. Өнер иесі 1990 жылы Байнөлгей аймағында дүниеге келген. 2008 жылы нөмірі 4 орта мектепті үздік оқушы медалымен тәмамдаған. 2008 жылдан 2011 жылдары Иксасық университетінде құқықтану мамандығы бойынша білім алып, 2011 жылдан 2012 жылдары аймақтық драма театрдың жанындағы Қазақ ұлттық аспаптар ансамблінде домбырашы болып, еңбек жолын бастаған. 2012 жылдан 2015 жылдары Қазақстан Республикасында режиссер мамандығын қызыл дипломмен тәмамдап, Семей қаласындағы Абай атындағы мемлекеттік драма театрында актер ретінде 1 жыл қызмет еткен. 2016 жылдан бері Байнөлгей аймақтық Құрманхан Мұхамедиұлы атындағы Алтын жұлдыз орденді музыкалық драма театрында табысты еңбек етіп келеді. Нұрлан Қасиқанұлы тек сахна шебері ғана емес, сонымен бірге қалам иесі. Ол 2012 жылдан бері үнсіз жүрек, жүрегімнің ғұмыры, мисыз жүрек, ғашық жүрек сынды поэзия және музыкалық жинақтарын жазып, 2019 жылы театрдың 60 жылдық мерейтойына арналған тарихи еңбекті дайындады. Монғолия қазақ жазушылары одағының мүшесі, бірнеше музыкалық және поэзиялық жобалардың авторы. Тәтті өмірі сүймеймін демеші атты бейнеклиптермен де тыңдармандар жүрегіне жол тапқан. Өнер иесінің еңбегі еленбей қалған емес. Ол Қазақстан мен Монғолияда өткен түрлі байқаулардың жүлдегері, жылдың үздік жасы, үздік қызметкері, шығармашыл жас сияқты марапаттардың иегері. 2023 жылы Монғолия үкіметінің шешімімен Монғолия мәдениетінің озат қызметкері атағына ие болды. Нұрлан Қасиқанұлы ұлт өнерінің абыройын асқақтатып жүрген, өз елінің мәдениетіне зор үлес қосқан дарынды жас. Біз оған шығармашылық табыс, биік белестер тілейміз. Sağınıştan жарымуға таяумын, қал ұйқыда тек мен ғана ояумын. Қайда сенің жапырақтарың ақайын, қайда маған жүрек болған аяулым. Сенің ғана жапырағыңа көз келмейді, сағыныштан сыр айтарым сөз келмейді. Жалсаң да өмір заңы өзгермейді, көктемге бір жету ғой біздің уайым. Күзгі айым, көктемге бір жету ғой біздің уайым. Неге мені қалдырады екен ақпанға, неге мені тоңдырады екен ақпанға. Келекеуміз көктем бүккен бақтарға, жылынайық естен кетпес шақтарға. Сенің ғана жапырағыңа көз келмейді, сағыныштан сыр айтарым сөз келмейді. Жалсаң да өмір заңы өзгермейді, өзгермейді. Күзгі айым, көктемге бір жету ғой біздің уайым. Күзгі айым, көктемге бір жету ғой біздің уайым.
болса жапырағыңды таптатпа, уатыршылық қайынға бер көктемді, маған деген сезіміңді тоқтатпа. Сенің ғана жапырағыңа көз келмейді, сағыныштан сыр айтар ем сөз келмейді. Жауылсаң да өмір заңы өзгермейді, өзгермейді. Күзгі қайын, көктемге бір жету ғой біздің уайым. Күзгі қайын, көктемге бір жету ғой біздің уайым. Күзгі қайын, көктемге бір жету ғой біздің уайым. Құлақтандырулар. 9 айдың 15 кезінде бұғыт сұмыны бұғының аралынан Мінержақ санында 4 таңбалы қарагер бие жоғалды. Көрген білген адам болса бұғыдағы Қонтайға немесе 95 41 99 76 95 53 18 72 телефондарына хабарласыңыздар. Арнаулы сыйлық бар. Қазанның 20 кезінде тұлба сұмына екінші вақ теріскейден Мінержақ санында атаңбалы бауыры ала дөнен жоғалды. Көрген білген адамдар болса 94 62 22 21 80 90 24 12 телефондарына хабарласыңыздар. Арнаулы сыйлығы бар. Қазанның 25 күні түнде өлгей сұмыны 9-шы вақтан үлкен мүйізді керауыз қоңыр қол сиыр қашадан шығып кетіп жоғалды. Көрген білген адамдар болса 99 41 05 64 95 21 72 20 телефондарына хабарласыңыздар. Мол мөлшерде сыйлығы бар. Науқан қабыл болсын. Қайсағызы Құмар марқұмның жетісі қарашаның 3 күні дүйсенбіде Алтын сөкседегі шаңырағында беріледі. Балалары Собет, Мұрат, Тілейқан, Білімқан, Қабиден, Нұрғабит, бауырлары Секеқан, Әбіл, күйеу балалары Жақсылық, Тілеген және қыз келіндері мен немере жиендері ағайын туыстары. Мәкейұлы Әдел марқұмның жетісі ертең қарашаның 2 күні өлгей сұмыны 4-ші вақтағы шаңырағында беріледі. Ағалары Әтен, Бәдел, қайнағасы Төреқан, Зайыбы Разиқан, балалары Жанболат, Жоламан, Жансерік, қыз күйеу балалары мен келіндері ағайын туыстары. Мұғалімқанұлы Әшенқан марқұмның 40 қарашаның 3 күні алтын сөксі сұмыны Қашыбағындағы шаңырағында және Қазақстанның Қостанай облысындағы Балдыза Жақсылықтың үйінен беріледі. Зайыбы Күлдай, балалары Ермұрат, Жолдымұрат, Ермек және қыз күйеу балалары мен келіндері ағайын туыстары. Қазақстанның Текелі қаласында өмірден өткен Ақылбек қызы Уәсила Дана марқұмның 40 ертең қарашаның 2 күні өлгей сұмыны 2-ші бақтағы үлкен үйінде беріледі. Апасы Аманжол, әкесі Ақылбек, әпекесі Рәзила, аға жеңгелері Қуантқан, Мұратбек, Қуатбек, әпеке жезделері Еншібай, Қуатбол, Моко, Естияр, Күлімқан. Қазақстанда өмірден өткен Қибатұлы Наурызқан марқұмның 40 ертең қарашаның 2 күні Сеңгіл сұмыны Сарғобыдағы жездесі Байжұманың шаңырағында беріледі. Апайлары Сайлауқан, Кәуен, жезделері Берлан, жиендері Салдат, Салауат, Мырза. Манарбекұлы Бақберді марқұмның 40 қарашаның 4 күні Соғақтағы шаңырағында беріледі. Атасы Сәменбет, әке шешесі Манарбек, Бақа, нағаш атасы Дәлелқан, нағаш ағасы Ермек, ағалары Сайлаубек, Бақытбек, Мақамбет, Амантай, Народ, Телік, Алқатай, жезделері Бергенбек, Дәурен, бауыры Ақтілек. Хабар айтамыз. 1991 жылы өлгейден Алматыға қоныс аударған Найман Борарұлы
Қуанғанұлы Седінбалы кеше қазанның 31 күні науқастан қайтыс болды. Марқұм Седінбалы ертең қарашаның 2 күні Алматының Ашылы бұлағына жерленетіндігін хабарлаймыз. Хабарлаушы ағалары Ұнатқажы, Заманбек, Шынарбек, Мамырбек, Әкім, апайлары Жәмкен, Күлимаш, жездесі Тұлбақан, бауырлары Тәттімбек, Талғатбек, Абылайқан, Досай, Зайыбы Айнагүл, қайнағалары Құрмет, Бейбіт, Балдызы Тимур және қыз күйеу балалары мен ағайын туыстары. Ұланбатыр қаласының тұрғыны Құсайынқызы Рая 72 жасында кеше қазанның 31 күні Ұланбатыр қаласында қайтыс болды. Марқұм Рая ертең қарашаның 2 күні өлгей сұмыны 13-ші бақтағы Қыдыр ата Нұрана мешітінде жаназа намазы оқылып өлгейге жерленетіндігін хабарлаймыз. Хабарлаушы жұбайы Ырыспай, балалары Ерлан, Жайнагүл, Мәншүк, Роза, күйеу балалары Жанболат, Аманбол, Саздоргүл, апайы Мерзетқан, сіңлілері Бақытгүл, Зәуреш, бауыры Мұрат. Қадірменді радио тыңдаушылары, бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Аман, сау болыңыздар.